өзің дәлел есебінде жаңағы жыл мезгілдеріне арнап та не шығарған? Өлең шығарған екен, иә? Соның ішінде сен нені айттың? Күз. Яғни қыс деген өлең де бар, жаз деген өлең де бар. Сол өлеңдерін көрейікші, біздің еңбегіміздің қалай нәтижелі болғанын біз осы жаңағыдай осы электронды портретке келтірдік, иә балам? Осы өлеңдері, осы электрондық портреттерімізде айқын дәлел, яғни көрініп тұр, иә? Сұрғылт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Қаздырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал. Көрдің бе балам? Осы күз мезгіліне арнап, яғни күзде жапырақтардың сарғаятындығы жөнінде. Күзде біздің ауа райында түрлі өзгерістер, яғни осы нағыз ауыл тіршілігіне байланысты бейнелеп жазған, иә? Көрдің бе балам? Мен осы өлеңді естігелі менің шабытым оянып, өз-өзімді тоқтатар емеспін.